Қозылар тула салысымен өлсе, немесе артқы аяғы жансызданып жүрген кезде өзін-өзі билей алмаса, тіпті сал туылып орнынан тұра алмаса, онда бұл қозыларда кездесетін бұраң ауруы. Қозыларда кездесетін бұраң ауруын уағында емдемесеңіз, немесе алдын алмасаңыз, онда төлден шығатын шығындарыңыз орасан зор болады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, құрметті жазылушылар. Қозыларда мыс кем болғанда артқы аяғы салданып індет пайда болады. Мұны қозылардың бұраңы деп те атайды. Мыс қойлардың қалыпты өсіп жетілуіне қажетті микроэлемент. Еліміздің көптеген жерлерінде мыс кемшіл індеті болып, кейбір орындарда індеттің пайда болу мөлшері 80% шамасында болған. Қойлардың төлдеу кезеңінде осы ауру үнемі кезігіп тұрады. Әдетте тума қоректік сипатты мыс жетіспеу және екінші рет пайда болған мыс жетіспеушілік деп бөлінеді. Тума қоректік сипатты мыс жетіспеуде қозылардың басым көп сандысы тула салысымен өледі, немесе орнынан тік тұра алмайды. Тұрып әрекет жасағанда артқы денесі бұралаңдап, немесе артқы аяғын сүйреп әзер жүреді. Жартылай немесе бүкілдей салдану көріледі. Ал енді бұл індетті емдеп сақайтуға бола ма? Қалай емдегенде өнімі ең жақсы болады деген сұрақтар бойынша жауап беретін боламын. Еңбегіңізді бағалап, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыз. Бұл індетті үлкен жақтан екі түрлі емдейміз. Ең бірінші, тума қоректік сипатты мыс жетіспеудің алдын алу үшін қой тумай тұрып, қой тобына лайықты құнарлы жем араластырып беру. Ішті саулықтарға 1% тотиайн ерітіндісін 30 мл мөлшерінде қажетіне қарай беру керек. Екінші, ауырға мейлі ауырмаған қозыларға да 1% тотиайн ерітіндісінен қозыларға 20 күнде бір рет 15-20 мл ішкізу керек. Немесе қойларға тұз берген кезде лайықты мөлшерде шекер тотиайн қосып араластырып беру керек. Мінекей құрметті көрермен, жоғарыдағы емдеу және алдын алу шаралары бойынша жас қозыларда кездесетін бұраң індеті, яғни мыс кемшіл індетін емдеп сақайта аласыз. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыз.